Бұл оқиға шамамен 2000 жылы болған. Виктория атты қыздың елесі. Виктория нағыз биші болды. Бірақ ұсқыны келбеті онша емес еді. Яғни ұсқынсыз. Оны бәрі түрі үшін күлкі етті. Әрине, оны көре алмаған адамдарды көп болды. Белла жек көрді. Ал Виктория сияқты әдемі билей алмайды. Бірақ ол тым әдемі еді. Белла мен Викторияны жарыстырды. Белла өзіне сенімді болса да, Виктория жеңіп кетеді. Ал бұған Белла ашуланып Викторияны айуандықпен өлтіреді. Және оның елесі әлі күнге дейін бар. Ол тірі кезінде момын болғанымен елесі зұлым болды. Ол би үйірмесіне барған қыздарды Белла оны қалай өлтірсе, басқаларды да тура солай өлтіреді. Бір күні бір қыз дайындалмақ болып би залына түнгі уақытта болады. Ол басында ештеңеге мән бермей билеп жатады. Ол айнаға қарап билеп жатқанда, айнадан бұлыңғыр бір нәрсе көрінеді. Ол қатты қорықты. Ол бұл қарғысатқан жерден кетпек болып есікке қарай жүгіреді. Бірақ ол құлыптаулы болды. Ол көмектесіңдер деп жан айқайын салып айқайлады. Бір кезде бір оранған әйел келіп есікті ашады. Және ол қыз қуанып рахмет айтады. Және ол әйелде бұрын биші болғанын айтып, оған билеуін өтінеді. Ал ол қыз қуана билеп береді. Бір кезде екеуі әңгімелесіп қалады. Қыз аяқ киімінің бауын байламақ болып еңкейе бергенде, әлгі әйелдің аяқ жоқ екенін көріп қорқып кетеді. Әлгі елес дөрекілеу күліп қызды өлтіреді. Ал бәрі ол қызды таппай шетелге қашып кетті деп ойлайды. Келесі күні би залына басқа қыз дайындалып жатқанда, айнада қанмен жазылған бір жазуды көреді. Ол жазуды оқығанда, енді сенің кезегің деп тұрады. Викторияның елесі би залдарында бар деген рас әңгімеге айналды.